Қайырлы күн, медицина университетінің студенттері. Бүгінгі біздің физиологиямыздың алғашқы тақырыбы қозғыш тіндер сабағына қош келдіңіздер. Бүгінгі тақырыпта жалпы физиологиясында қозғыш тіндерді толығымен егжей-тегжейлі ашып қарастыратын боламыз. Өтінем ескертетін жайт, физиология сабағы, жалпы физиология пәні бұл үлкен күрделі пән. Ол жерде көптеген механизмдер болады, процесстер болады. Оларды только оқып жаттап алу тиімсіз, өйткені есіңізден шығып кетеді. Бұл жерде көптеген компоненттер бар, процеске қатысатын, көптеген бір-бірінен өткен кезең-кезеңмен болатын механизмдер болады. Оны жалпы оңай түсінудің жолы сызба сызыңыздар. Жалпы қандай да бір кішігірім процесс болса да сызба сызып отырыңыздар. Сол сызбада компоненттерді көрсетіп кетіңіздер, атауын жазып, ол жерде не болып жатқанын астына жазып кетсеңіздер болады. Осы арқылы физиологияны оқу тиімдірек болады. Және де сіздер ертең физиология пәнінде сабақ түсіндірген кезде осылай сызбамен түсіндіретін болсаңыздар, оқытушының көзіне жақсы түсесіздер. Және группаларыңыздың арасында приоритетті студент боласыздар. Жалпы енді қозғыштық процесінің компоненттері, оған қатысатын заттар. Ол қандай? Ең біріншіден бізде тітіркендіргіштік. Тітіркендіргіштік дегеніміз не? Ол сыртқы ортадан қандай да бір бізге әсер ететін зат. Олар жалпы тітіркендіргіштіктерді бөлеміз біз: физикалық, химиялық, биологиялық, психологиялық және адекватты және неадекватты деп бөлеміз. Олардың айырмашылығында физикалық бізде ол механикалық, соғу, қысу, созу секілді. Біздің денемізді былай қысатын болса ауырады. Химиялық заттар бар, жаңағы әртүрлі химиялық заттар, қышқылдар, сілтілер терімізге таматын болса, ол жерде бір реакция туындатады, яғни ашу реакциясы болады, қышиды ол жеріміз. Психологиялық, адекватты және неадекватты. Оларды қалай түсіндіреміз? Адекватты деп жалпы рецептордың өзінің табиғи әсер ететін заты. Мысал ретінде түсіндірейін. Мысал, біздің көзімізде жарықты қабылдайтын рецепторлар бар. Ол рецептор тек біздің көзіміздегі жарықты қабылдайды. Көзіміз болса, осы жерде мысал ретінде салып жатырмын сіздерге. Көзіміз болса, мынау рецептор бетіндегі, ал жарық міне сырттан түседі бізге. Осы жарықты ол қабылдайды. Ол адекватты тітіркендіргіш, яғни тек өзіне ғана әсер етеді. Ал неадекватты тітіркендіргіштер деген бар. Олар бөгде, бірақ өте күшті заттар. Оларды қалай түсінеміз? Мысалы, бізде айттық қой, көз жарықты қабылдайды, құлақ дыбыс тітіркендіргішіне тітіркенеді деп. Дәл сол сияқты, мысалы, көз дыбысқа тітіркенбейді, құлақ жарыққа тітіркенбейді. Өзінің арнайы заты бар. Ал бөгде зат ол сырттан келеді. Мысалы, біздің көзімізге механикалық удар тиді дейік. Сол удар өте күшті болып тұр ғой. Көзімізге тиген кезде жарықты қабылдағандай болады көзіміз. Кішкене удар тисе көзімізге непонятко болып қаламыз ғой. Көзіміз жарық ете қалады көзіміз. Дәл сондай. Ал енді екіншісі тітіркену бізде. Тітіркену дегенде қалай түсінсек болады? Мысалы, қараңыздар, біздің терімізде рецепторлар болады көптеген. Мысалы, мына терде болайық. Терімізде механорецепторлар болады. Механорецепторларға жанасу тиген кезде мына жерде реакция болады. Яғни тітіркенеді рецептор, содан ол қозуды өндіріп жібереді. Тітіркену дегеніміз осы. Ал енді қозуға тоқталайық. Жалпы айттық қой жаңағы, мысалы, жүйке тіндері, қозғыш тіндері, жүйке тіндері, жүректің миокард бұлшықеттері, соларды жатқызамыз деп. Мысалы, жүйке тіндер біздің қолымыздан былай кетеді, жалпы жұлынға барады, мына жерден жұлыннан басты миымызға барады. Осы импульс, жаңағы рецептордан пайда болған импульс, яғни қозу, осы жүйке тінінің бойымен өтеді, жұлынға барады да миға кетеді. Қозу дегеніміз осы, яғни миға апарады. Яғни бұл бізде афференттік жол деп аталады, миға баруы. Ал мидан шеткі жаққа бару ол
эфференттік жол деп аталады. Енді өту барысында қысқаша бір түсіндіретін процесс. Қараңыздар, қозғыш тіндердің мембранасына қарайтын болсақ, оның сыртында плюс зарядтар болады, ішінде минус зарядтар болады. Яғни қозу осы тінмен өткен кезде қандай процесс орын алады десек, әрекет потенциалы орын алады. Ол дегеніміз қалай? Мұны ішіндегі минус зарядтар сыртына шығады, плюс зарядтар ішіне кетеді. Сыртта тұрған натрий иондары ішіне кіреді, іште тұрған калий иондары сыртқа шығады. Міне, ол қозудың өтіп жатқанын білдіреді. Яғни әрекет потенциалы дегеніміз осы. Осылай барады да миға барады, ол мида өңделеді. Мидың қыртысынан ары қарай кете береді, мида өңделеді ол ақпарат. Яғни одан кейін не істейді? Ол ми жауап қайтарады. Яғни бұл кері жауап деп аталады. Яғни биологиялық реакция деп те атасақ болады. Кері жауап береді, жаңағы өзінен жылынан шығарады да өзінің тітіркендіргішіне келген солмен кетеді да жаңа теріге жауап береді. Яғни мысалы біз қолымызға ыстық шәйнек тиіп кетсе, біз резко алып қаламыз. Міне, эфференттік жолмен жауап беріп тұр. Қолымызды резко алып қалу, бұл сонда жауап беру. Енді жауаптың түрлеріне келетін болсақ, бізде жауаптың оң түрі болады және теріс түрі болады. Оң түрінде қарастыратын болсақ, жаңа мысал ретінде айтайын сіздерге. Оң жалпы жауапты әсерді күшейтеді. Яғни тітіркендіргіштен келген қозуды күшті жауаппен қайтарады. Міне жаққа стрик қойып қоямыз, өте күшті жауаппен қайтарады. Ал теріс ол әлсіз жауап қайтарады. Енді мысал келтіретін болсақ, босану кезінде жатырдың ішінде бала болады, дамып жатқан, және мидан бізге жауап келеді. Біз босанып жатырды жиыру керек дейді. Жатырдан, жаңа миымыздан гормон бөлінеді, окситоцин дейтін, осы жатырдың бұлшықетіне әсер етеді. Әсер еткен кезде жатырдың бұлшықеті жиырыла бастайды. Соның арқасында ішінде жатқан бала сыртқа шығады. Яғни жатыр жиырылып сыртқа шығарып жібереді баланы. Міне, өте күшті жауап қайтарып тұр бұл жерде тітіркендіргішке миымыз. Ал теріс әсеріне келетін болсақ, мысалы біздің температурамыз көтерілді, дене қызуымыз көтерілді, миымыз оны бақылап тұр, яғни миға келді температура көтерілді деген бізде. Ал ми тұрады да оны бізді терлетеді, яғни тер көп шығады бізден. Содан кейін бізде температура түседі. Көрдіңіздер ма? Бұл жерде бастапқы тітіркендіргіш өте күшті болып тұрды, ал теріс әсері, қозғыш тіндердің теріс әсерінен ол температура түсті. Яғни оны төмендетіп жүр. Міне, терлетудің арқасында температура төмендеді. Міне, оң және теріс әсерлері осылай. Яғни кері жауаптың бізден одан кейін сфетикалық және бейсфетикалық деген түрлері бар. Сфетикалық түрі, мысалы сфетикалық ол арнайы деген сөз. Яғни өзінің арнайы ғана жауабын береді. Ал сфетикалық, бейсфетикалық деген сөз ол әртүрлі жауап береді, яғни жан-жақты. Сфетикалыққа мысал келтіретін болсақ, мысалы қанымызда глюкоза көтеріліп кетті дейік. Глюкоза көтерілді, ми оны көреді, яғни импульс келеді, глюкоза көтеріліп жатыр қанымызда дейді. Ол глюкозаның жоғарылауы қанымызда қауіпті, өйткені сахарный диабетке әкеліп соқтырады. Ми тұрады да ұйқы безіне әсер етеді, бұл жерден инсулин бөледі. Инсулин барып тұрады да бұлшықет тіндеріне, май тіндеріне әсер етеді. Әсер еткен кезде глюкозаға сол тіндерге кіруіне жағдай жасайды. Көрдіңіздер ме? Бұл жерде яғни эндокриндік жүйе жұмыс жасап тұр. Сфетикалық эндокриндік жүйені іске қосты, яғни бір ғана система. Ал бейсфетикалық, мысалы стресс кезінде жалпы көптеген жағдай болады.
мысалы біз қорыққан кезде, уайымдаған кезде жүрек соғысы жоғарылап кетеді, жүрегіміз тез соғады. Одан кейін тыныс алу жиілігі жоғарылайды, тез тыныс алып бастаймыз. Одан кейін жаңағы гормондар бөлінеді, көптеген адреналин сияқты гормондар, кортизол гормондары бөлінеді. Соның әсерінен стресс туындайды. Көрдіңіздер ме? 5 физикалық жауаптың әсерінен бір стресстің өзі 3 жүйені, яғни қостырып тұр. Қан тамыр жүйесін, тыныс алу жүйесін және эндокринді жүйені іске қосып тұр. Көрдіңіздер ме? Сфетикалық пен бейсфетикалықтың айырмасын. Ал енді бізде тітіркену деңгейлері. Тітіркену деңгейлерін біз үш деңгейде қарастырамыз. Біріншісі субтабалдырық, одан кейінгісі табалдырық және супратабалдырық. Бұның үшеуінің айырмашылығы, субтабалдырық бізде әлсіз болып келеді. Ал табалдырық минималды әсер көрсетеді. Супратабалдырық өте күшті жауап көрсетеді. Енді қараңыздар, тітіркену деңгейлері, мына кесте таныс шығар сіздерге, әрекет потенциалының жалпы кестесі. Бұл жерде қызылмен көрініп тұрған порог, яғни табалдырық. Осы қозу табалдырыққа жетпей қалатын болса, яғни кері жауапта болмайды оған. Мүлдем болмайды. Әрекет потенциалы орын алмайды. Әрекет потенциалы орын алады, когда порогтан асатын болса қозғыш, тітіркену. Ал жаңа бұл, білесіздер, субтабалдырық деп аталады. Ал енді екінші тітіркену ол табалдырықтық тітіркену дейді. Ол порогқа жетеді. Жеткен кезде минималды тітіркенуді көрсетеді. Яғни өте аз, тітіркену өте аз болады. Ал супратабалдырық бар. Супратабалдырық ол шыңына дейін жетеді, овершут, яғни пикке дейін. Яғни өте күшті тітіркену болады бұл жағдайда. Яғни көріп тұрсыздар, ең астындағы сызық бұл бізде тыныштық потенциалы. Тыныштық потенциалы деген білесіздер, ол кезде ештеңе болмайды, яғни қозу өтпейді. Ол минус 70 милливольттың деңгейінде болады. Ал порог бізде табалдырық минус 55 милливольтта деңгейінде кездеседі. Яғни осыдан асса бізде әрекет потенциалы орын алады деген сөз. Ал соңғы ең пик овершут бұл плюс 30 милливольтты құрайды. Ал бұл жерде мен көрсетіп өткен минус 80 милливольт деп жазып қойған, бұл бізде гиперполяризация, яғни тыныштық потенциалынан да төмен түсіп кетеді. Бұл жерде енді қандай процесстер болады? Бізде бұл қозудың көтерілуі деполяризация, яғни деполяризация сатысы болады. Бұл жерде қандай саты болады? Яғни біз айтып кеттік қой, жаңағы мембранада плюс зарядтар, теріс зарядтар болады дедік. Плюс зарядтар ішке қарай енеді. Ішке қарай енеді деполяризацияда. Өйткені мияқтан импульс өтіп жатыр. Ал минус заряд сыртқа шығады. Әрекет потенциалында 3 натрий кіреді, 2 калий шығады дейтін ұғым жоқ. Бұл жерде кіре береді үздіксіз. Ал натрий калий насосы ол АТФ-тің әсерінен жұмыс жасайтын насос, яғни помпа. Ал реполяризация бұл бізде төмендеуі. Реполяризацияда бізде бәрі наоборот болады. Яғни минус зарядтар жаңа сыртына шығып кетті ғой. Ал енді минус зарядтар ішіне кіреді. Ал ішіндегі плюс зарядтар сыртына шығады. Жаңа әрекет потенциалында кірген натрийлер енді сыртқа қарай шығады. Ал калийлер ішке қарай кіреді. Көрдіңіздер ме? Осылай кезек-кезек жұмыс жасап тұрады. Ал гиперполяризация сатысы бар ғой мына жерде, төмен кеткен минус 80 милливольтта. Бұл жерде не болады? Бұл жерде мүлдем натрий кірмейді, яғни қозу тоқтап қалады. Тоқтап қалуының себебі өйткені тек қана калий сыртқа шыға береді. Калий ионы мембрананың сыртына шыға береді, яғни теріс заряд қана шыға береді. Ішіне қарай плюс зарядпен натрий ионы мүлдем кірмейді. Не көрдіңіздер ме? Бұл тыныштық потенциалы деген осы. Екеуінің айырмашылығы, әрекет потенциалы болса, онда қозудың өтіп жатқанын білдіреді. Тыныштық потенциалында ол өтпей жатыр деген сөз. Енді бұл жерде тітіркендіргішке жауап дегенде
қарайтын болсақ, бізде тітіркен жаңағы супратабалдырықтан кейін күшті тітіркендіргіш келді ғой. Ал оған жауап бізде рефрактерлік кезеңдер болады. Салыстырмалы рефрактерлік кезең және де абсолютті рефрактерлік кезең. Екеуінің айырмашылығы қандай? Жалпы салыстырмалы рефрактерлік кезең дегенімізде, рефрактерлік деген ол төмен қарай түсу, яғни түсу. Мына жерде көріп тұрсыздар ғой, потенциал түсіп бара жатыр. Міне осы жерде жаңағы екі кезең болады, салыстырмалы және абсолют. Енді екеуінің айырмашылығы неде бұл жердегі? Салыстырмалы рефрактерлік кезеңде жауап әлсіз болады. Тітіркендіргішке жауап әлсіз. Тітіркену болады, бірақ әлсіз күйде болады. Ал абсолютті рефрактерлік жауап беру кезеңде жауап мүлдем болмайды. Тітіркендіргіш күшті бола берсін, қанша дегенмен, бірақ мүлдем жауап болмайды. Не түсіндіңіздер ғой айырмашылығын? Енді мысал келтіретін болсақ, сіздер алдыңыздан ит шықты дейік. Ит шыққан кезде ана қабаған иттен көресіздер, қорқасыздар, көзіңізбен көрдіңіз, миыңызға информация бар, өте күшті тітіркендіргіш кетті, супратабалдырықтан асатын. Сондай жағдайда екі жағдай болады. Супратабалдырықтың өзінде күшті тітіркендіргіш әсер етеді, сіз қашып кетесіз. Дәл сол жерде қашып кетесіз. Ал салыстырмалы рефрактерлік кезең болатын болса, жауап әлсіз болады, сіз талып қаласыз, немесе кеш шешім қабылдайсыз. Ал абсолютті рефрактерлік кезеңге түсетін болсаңыз, сіз ол жерде ештеңе істей алмай қаласыз. Яғни ешқандай жауап болмайды, сіз қашпайсыз, не талмайсыз, просто тұра бересіз. Ана ит сізге келе береді. Шок ұстап қаласыз кәдімгідей ана жерде. Міне, екі кезеңнің айырмашылығы бізде осыда. Жалпы бүгінгі біздің тақырыбымыз осы. Қозғыш тіндер тақырыбы бірінші бөлімі. Алда тағы екі бөлімін шығаратын боламын. Или болмаса бір бөлімі, яғни екі бөлімін бірге қосып жіберемін. Жалпы тітіркену дегеніміз осы. Физиология пәнінің негізгі ешқандай қиындылығы жоқ. Ол барлығы өзіңіздің қабылдауыңызға байланысты. Бастапқы тақырыптар, бұл қозғыш тақырыптар қиындау болады. Яғни қабылдау өте қиын болады, информация ол жерде өте көп. Мен бұны сіздерге барынша оңай ретінде, оңай тілмен, жалпақ тілде жеткізіп отырмын. Ал тек бұл жерде видеода айтылған заттармен тоқталып қалмаңыздар, қосымша кітаптар оқыңыз, интернеттен қараңыз, қосымша ақпараттар. Тек видеомен шектеліп қалу ол қате. Сіз өйткені бұл тақырып бойынша біліміңізді әрі қарай дамыту керексіз. Жалпы айтарым осы, бүгінгі тақырып сіздерге ұнады деген ойдамын. Бұл жерде енді жазуларға мән бермеңіздер. Өздеріңіз дұрыстап конспект ретінде жазып аларсыздар. Осы бүгінгі тақырып. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.